Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және жас математиктер. Мен Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Әл-Фараби атындағы номер 201 мектеп лицейінің математика пәнінің мұғалімі, педагог ғылымдарының магистрі және де педагог эксперт Ермак Махмуд Болатбекұлы боламын. Бүгін мен сіздермен өзімнің үздік әдіс-тәсілдер қоймамен таныстырғым келеді. Республикалық дарынды бала талант ұстаз педагогикалық идеялар олимпиадасында негізгі өзімнің көрсеткен педагогикалық идеяларымның бірі осы математикалық карта ойыны болатын. Математикалық карта ойынның ішіндегі тапсырмалары 5-ші сынып пен 8-ші сыныптың арасындағы ең негізгі формулаларды және геометрия пәніндегі негізгі қолданылатын теоремаларды қамтыған болатын. Бұл математикалық картаның дизайнын көріп отырғандарыңыздай, математикалық тұрғыда сырты математикалық фигуралармен, ал ішінде бізде түрлі түсті карталармен, яғни уны ойынның ережесімен балалар ойнайтын болады. Оның ішінде балалар білу керек негізгі тақырыптары: ондық бөлшектерді көбейту, жай бөлшектерді бір-біріне көбейту, пайыз тақырыптары бар, және 7-ші класстан бастап геометрия оқулықтарында кездесетін үшбұрыштардың медианасы, биссектрисасы, тікбұрышты үшбұрыштарға қолданылатын Пифагор теоремасы, көпбұрыштар, түбірастына берілетін есептер және санның дәрежелері, тригонометрияның негізгі тепе-теңдіктерінің барлық негізгі формулаларының барлығы осы математикалық карта ойынның ішінде қамтылған. Егер де сіздерге математикалық уны ойыны ұнап жатқан болса, ережесімен қысқаша таныстыра өтейін. Өзім математикалық уны ойының қорабының сыртына оның ережесін қысқаша көрсетіп кеткен болатынмын. Соның ішінде сыныптағы оқушылардың ішінен ерікті түрде ойнаймын, қызығушылығым бар деген ең көп дегенде 10 оқушыға дейін 2 оқушы мен 10 оқушының арасында ойнауға болады. Яғни ойынның ережесі былай: оқушылардың барлығына 5 картадан таратылады. Оқушылар бір-бірімен бір картадан кезек-кезек сағат тілі бағытымен жерге бірінің үстіне бірін карталарды қойып отырады. Ол карталарды қалай қою керек? Бірінші ойыншы егерде жасыл картаны тастайтын болса, жасыл картаның үстінде 1-ден бастап 9-ға дейінгі сандар белгіленген. Ол карталар 1 деген картаның орнында математикада қолданылатын санның 0 дәрежесі. Мысалға, 10-ның 0 дәрежесі ол 1-ді береді. Яғни бала білу керек, кез келген санның 0 дәрежесінің 1-ді беретінін. Бұл жасыл картамыз біздің 1 деген сан, немесе жасыл карта деп айтылады. Келесі отырған екінші бала тастауы керек қолындағы карталардың ішінен түсі бірдей, яғни жасыл картаға жасыл картаны, немесе ол жасыл карта қолында болмаған жағдайда бізде басқа түстерінде карталар бар. Қызыл түсті, көк түсті, күлгін түсті карталардың ішінен бірге тең болатын картаны тастау керек. Яғни екінші отырған бала синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа деген картаны тастайды. Ол екеуінің қосындысы математика тілінде тригонометрия негізгі тепе-теңдіктерінің бірі болады. Яғни екеуінің қосындысы 1-ді береді. Ол бала білу керек, синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысының бірге тең екендігін. Үшінші отырған бала, ол да қолында 1 деген карта болса соны тастайды, болмаған жағдайда сол екінші баланың тастаған картасының түсімен бірдей карта тастайды. Дәл солай ойын жалғаса береді. Ойынды қызықтыру үшін қолында келесі алдыңғы ойыншы тастаған картамен саны бірдей болмай, ал түсі бірдей болған жағдайда бізде 2 карта көтеріп аласың деген секілді, немесе бізде қолдың суреті тұратын карталар бар. Оны тастаған оқушылар, яғни барлығы бір-бірінің үстеріне қолдарын қою тиіс. Ең соңғы кімнің қолы тұрады, сол бала картаны 1 карта өзіне көтеріп алады. Яғни ойынның мақсаты қатысып отқан оқушылар қолындағы карталардан тез құтылуы керек. Яғни келесі адамға карталарды көп көтертіп, оларды ойында ұзақ қалдыру үшін көтертеді, ал өзі ойыннан тез шығып кетуі керек. Ойынның ең соңында қалған оқушыларға қарап отырғандарыңыздай, бұл картаның ортасында, әрбір картаның ортасында QR код болады. Бұл QR кодта ең соңғы қалған баланың қолында қалған картада QR кодты егер баласы сканерлеген жағдайда, ол яғни сол сыныпта орындай алатын желание жасырынған, яғни сол тапсырманы бала орындайды. Мысалға, ол сыныпта балаларды қызықтыру мақсатында мен тапсырма бердім, бүгін менің орныма сен кезекші боласың, немесе тақтаны сүртесің секілді. Ішінде енді көптеген қызықты тапсырмалар бар. Шын мәнінде балалар бір-бірімізбен ойын ойнап отырмыз дейді, немесе бір-бірімізге тапсырма беру үшін ойын ойнап отырмыз деп ойлайды. Ал негізгі бұның мақсаты балаларды ойын арқылы математикаға
бейімдеу. Негізгі мақсаты осы. Ол бала ойнап отырмын деп ойлайды, ол бала шын мәнінде математиканы үйреніп отыр. Бұл менің педагогикалық қоржынымдағы идеям болатын. Келесі әдіс тәсілмен таныстыра өтейін. Екінші менің әдіс тәсілім ол өлшем бірліктер кестесі. Бұл кестенің ішінде көлемдерді бір-біріне айналдыра аламыз. Мысалға, бұл жерде жасыл түспен көлем берілген. Төбеде километр кубты біз метр кубқа айналдыру үшін нольдермен толықтыра отырамыз. Яғни километр куб пен метр кубтың арасында қанша бірлік бар, сонша ноль қоятын болсақ, мысалға, оқушыларға тапсырма беріледі. 10 километр кубта қанша метр куб бар? Немесе сары түспен бізде аудан берілген, 10 километр квадратта қанша метр квадрат бар? Немесе дециметр квадрат, сантиметр квадрат, соған дейін нольдермен толықта отырады. Немесе бұны керісінше де айналдыруға болады. Бізде қызыл түспен ұзындық берілген, мысалға 5 миллиметрде қанша километр бар? Нольдермен алдыға қарай толықтырады. Қанша ноль бар, яғни өтірігін қоя алады бала. Бұл енді бізде көбінесе бастауыш сыныптарда бізде енді өлшем бірліктер кездесіп жатады. Жоғары сыныптарда бізде физика бар, химия деген сынды сабақтарда километр квадрат, километр кубтарды айналдыру керек балалар. Яғни ондық бөлшектерді айналдыруда балаларға қиындық соғады. Бұл енді бізге бастауыш сыныптан бастап жоғарғы сынып оқушыларына дейін таптырмас құрал. Кішкентай ғана бір A4 форматының ішінде бізде көптеген өлшем бірліктер белгіленген. Бұл қазіргі уақытта білеміз, бізде ерекше білім беруді қажет ететін балалар бар. Сол балаларға да өте таптырмас әдіс тәсіл деп есептесек те болады. Келесі, үшінші әдіс тәсіл есеп шығарудың тиімді әрі қызықты жолдары тақырыбында мен математикада қолданылатын әдістерден бөлек, оны қалай жылдам есептеуге болады, қандай күрделі есептерді тез шығаруға болады деген жинақ жасап шығарған болатынмын. Бұл жинақтың ішін қазір сіздер көріп отырғандарыңыздай ондықтары бірдей болатын және бірліктерінің қосындысы онды беретін екі таңбалы сандарды көбейтудің оңай жолдары берілген. 34-ті 36-ға көбейту үшін қандай оңай жолы бар? 3 цифрынан кейін орналасатын 4 цифрының көбейтіндісі, 2-нің көбейтіндісі 12-ні береді, ал соңындағы цифрлардың көбейтіндісі 4 пен 6-ның көбейтіндісі 24. Оны артына тіркеп жаза саламыз. Сандарды қосудың және азайтудың ең оңай жолы. Бұл енді бастауыш сынып оқушылар үшін ерекше таптырмас әдістердің бірі. Үшінші, сандарды баған түрінде азайту. Біз білеміз, қазіргі уақытта оқушылар қарыз беруді көбінесе білмей жатады. Мысалға 800 деген саннан 182 деген санды азайтатын кезде 0-ден 2 азайтылмайды, қарыз береміз деп үйретеміз. Ол есепті түсіну балаларға қиындық тудырады. Сол үшін екі саннан да бірді азайтып аламыз. Себебі 0-дерді біз бірді азайту арқылы 9-дарға толықтырамыз. Сонда 799-дан 181-ді азайту ешқандай қарыз бермей оқушылардың шығара алатын тапсырмалардың бірі. Дәл солай астына оқушыларға тапсырмалар берілген. Келесі әдіс тәсіл 5-пен аяқталатын сандардың квадраттарын есептеудің ең оңай жолы. Мысалға 25-тің квадраты дейтін болсақ, 5-тің квадратын ең соңына тіркеп жазып қоямыз. Ал 2-ден кейін негізгі орналасатын сан 3, 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6, онда 25-тің квадраты ол 625 деген сөз. Сандарды көбейтудің оңай жолы. Санды 11-ге көбейтудің болсын, 5-ке көбейтудің болсын, бізде оңай жолдары бар. Өлшем бірліктерді айналдырудың кестесі осы менің әдістемелік құралымның ішінде белгіленген болатын. Сіздерге егер менің әдіс тәсілдерім ұнаған болатын болса, арнаға тіркеліп кетіңіздер.